Армысыз көрермен, бұл Руслан Меделбек қазақша саяхат YouTube каналы. Бүгінгі видеомда мен сіздерге Шенген виза туралы айтамын. Шенген визаны қалай алуға болады, қандай құжаттар тапсырамыз, Шенген визаның артықшылығы қандай, және Шенген визаға тапсырғанда қанша төлейміз, осы ақпараттардың барлығын видеомда айтамын. Ең алдымен менің YouTube каналыма жазылып алыңыз. Алдағы уақытта мен YouTube каналыма Америкаға виза алу, басқа елдерге виза алу, сондай-ақ Түркияға, Египетке, Дубайға, Грузияға, Европа елдеріне саяхаттау жайлы көптеген видеолар жариялаймын. Сондықтан YouTube каналыма жазылып алыңыз. Ал қазір Шенген виза туралы видеомызды бастаймыз. Шенген виза дегеніміз не? Осы сұраққа жауап берейін алдымен. Шенген виза дегеніміз Европаға қыдыруға, саяхаттауға мүмкіндік беретін виза. Шенген аймағына жалпы Европадағы мынау 26 ел кіреді. 26 елдің бірінен сіз Шенген визасын алсаңыз, қалған 25-не кіруге, қыдыруға мүмкіндігіңіз бар. Қолыңызда Шенген виза болса, мынау 5 мемлекетке де кіруге мүмкіндігіңіз бар. Бір ескеретін жайт, бұл 5 мемлекеттің визасы қолыңызда болса, онда Шенген аймағына кіре алмайсыз. Қазір Европада осы 5 мемлекеттің де Шенген аймағына кіру мәселесі талқыланып жатыр. Жақын арада осы 5 мемлекеттің ішінен алғашқылардың бірі болып, Хорватия Шенген аймағына кіреді деп күтіліп жатыр. Бірақ қай уақытта болатыны әзірге белгісіз. Енді Шенген визаны мысалмен түсіндірейін. Мәселен, сіз Германияның елшілігінен Шенген виза алдыңыз делік. Және осы визамен сіз Европаға саяхаттағыңыз келеді. Қолыңызда Германияның визасы бар. Сіз осы Германиядан алған Шенген визамен Германияға келіп, бір-екі күн қыдырып, одан кейін Францияға, Голландияға, яғни Нидерландыға, Италияға, Испанияға, Португалияға, Грекияға, Чехияға, Австрияға, Словакияға, Венгрияға да, Польшаға да кіре аласыз. Яғни саяхаттар кезде Германияға бөлек, Испанияға бөлек, Португалияға бөлек, Францияға бөлек виза алудың қажеті жоқ. Тек осы тізімдегі 26 елдің бірінен виза алсаңыз жеткілікті, қалғандарының барлығына кіруге мүмкіндігіңіз бар. Бір ескертетін жайт, егер сіз Шенген визаны Германиядан алсаңыз, алғашқы Европаға кіретін еліңіз Германия болу керек. Одан кейін барып басқа елдерге саяхаттай аласыз. Негізгі ережелердің бірі осы. Ал шығып кететін кезде, яғни Қазақстанға қайтатын кезде, кез келген Шенген аймағына енетін елдерден шығып кетсеңіз болады. Негізгі ереже, Шенген визаны қайдан алдыңыз, қай елден алдыңыз, алғашқылардың бірі болып соған келесіз. Одан кейін шығып кеткенде маңызды емес, кез келген елден қайтып кетсеңіз болады. Кейде бұл енді қатып қалған ереже емес. Германияның визасын алып Венгрияға келіп жатқан адамдарды білем, бірақ сізге әуежайда, яғни сіз Германияның визасымен Венгрияға немесе Чехияға келіп тұрсаңыз, сізге көп сұрақ қоя бастайды. Неге Германияға бармадың, неге Чехияға келіп тұрсың деп сіздің құжатыңызды өте көп тексеру мүмкін. Сондықтан бұндай мәселелер болмас үшін Шенген визаны қайдан алдыңыз, қай елден алдыңыз, сол елге бірінші кіргеніңіз жөн. Енді Шенген визаның қандай түрлері бар? Осы сұраққа толығырақ жауап берейін. Негізінен Шенген визаның 3 түрі бар. Бір реттік, екі реттік және мультивиза. Бір реттік деген ат айтып тұрғандай, сіз Шенген аймағына тек бір-ақ рет кіре аласыз. Мәселен, сіз Испанияның елшілігінен 3 айға Шенген визасын алдық дейік. Ол жерде сізге бір реттік деген жаңағы визаның түрі көрсетілген. Сіз Испанияға осы 3 айлық визамен тек бір рет қана кіріп, не 3 ай жүресіз, одан кейін 3 айдан кейін қайтып кетуіңіз керек. Немесе Испанияға қыдыруға 10 күнге келдіңіз, 10 күннен кейін Шенген аймағынан Европадан Қазақстанға қайтып кеттіңіз. Сіздің визаңызда пайдаланбаған әлі 20 күн бар. Осы 20 күн, егер сіздің визаңыз бір реттік болса, күйіп кетеді. Сіз қайтадан 20 күнімді пайдаланам деп келе алмайсыз. Сізді Қазақстанның әуежайынан шығармайды. Осын ескеріңіз. Ал екі реттік деген ат айтып тұрғандай, 2 рет кіруге болады. Мысалы, сіз Францияның елшілігінен 3 айға 2 реттік Шенген виза алдыңыз. Сіз осы 3 айдың ішінде Қазақстаннан Францияға келіп, кейін қайтып кетіп, осы 3 ай біткенше қайтадан Францияға ұшып келсеңіз болады. Яғни 2 реттік визамен сіз Шенген аймағына, Францияға, немесе осы алған еліңізге
2 рет кіруге мүмкіндігіңіз бар. Ал мультивиза дегеніміз ол көп уақытқа беріледі. Әдетте мультивизалар 1 жылға беріледі. Бірақ сіз бұл мультивизалық, егер 1 жылдық мультивиза алсаңыз, Европа аймағында, Шенген аймағында 1 жыл бойы жүрем дегенді білдірмейді. Сізде мүмкіндік жоқ. Бұл жерде Шенген аймағының 90-180 деген ережесі бар. Яғни сіз 1 жылдық мультивиза алдыңыз делік. Қолыңызда мынау 1 жылдық мультивизамен Европада тек 90 күн бола аласыз, яғни 3 ай бола аласыз. Одан кейін 3 айдан кейін Қазақстанға қайтып кетуіңіз керек. 3 ай Қазақстанда болып, қайтадан Европаға 3 айға, яғни 90 күнге келсеңіз болады. 90 күніңіз біткеннен кейін тағы да Европадан Қазақстанға қайтуыңыз керек. Егер бұл ережені бұзсаңыз, сіздің мультивизаңызды жояды және Европа аймағынан депортациялайды, яғни шығарып жібереді. Кейін Шенген виза алған кезде сізге бермеуі мүмкін. Егер сіз Шенген визаға алғаш рет тапсырсаңыз, консул немесе елшілік сізге ешқашан мультивиза бермейді. Тек сұраған уақытыңызға ғана береді. Мысалы, сіз сәуірдің 1-нен 15-не дейін Евротур жасаймын, Шенген аймағына барамын, қыдырамын деп виза сұрасаңыз, сізге консулдық осы уақытқа ғана виза береді. Сіз мультивиза сұрасаңыз да, сіз ең алғаш рет тапсырып жатсаңыз, сізге мультивиза беру өте қиын. Тек қана сұраған уақытыңызға ғана береді. Егер бірнеше рет алып, Шенген визаның аймағына бірнеше рет барып, саяхаттап, ешқандай ереже бұзбасаңыз, кейін консул сізге мультивиза беріп қалуы мүмкін, мультивиза сұрауға құқығыңыз болады. Әрине, бірінші мүмкіндіктен де сіздің мультивиза сұрауға құқығыңыз бар, бірақ алу мүмкіндігіңіз өте төмен. Мысалы, мен өзім 7-ші рет тапсырғанда ғана мультивизаға қол жеткіздім. Алғаш рет 2011 жылы Францияға Шенген виза сұрап, Францияның елшілігіне Шенген виза сұрап құжаттарымды тапсырдым. Сол кезде маған сол өзім сұраған 20 күнге ғана берді. Кейін Испаниядан да шамамен 20 күнге виза алдым. Венгриядан алдым, Чехиядан бірнеше рет алдым. Тек 7-ші рет Чехияның елшілігіне Шенген виза сұрап тапсырған кезде маған бірден 1 жылға мультивиза берді. Ол кезде бірақ мен мультивиза сұраған жоқпын, 20 күнге сұраған, бірақ сол кезде консул менің осыған дейінгі Шенген визаларыма қарап, маған бірден 1 жылға мультивиза берді. Шенген визасына енді қандай құжаттар тапсыруға болады, сол туралы айтайын. Ең керекті құжат, ең басты құжат ол сіздің паспортыңыз. Көк паспортыңыз. Бұл өте маңызды. Паспортыңызға бос беттердің біріне елшілік осы жерге сізге виза басып береді. Сондықтан паспортыңыздың, көк паспортыңыздың түп нұсқасын визаға тапсырасыз. Әдетте визаның қарау мерзімі 1 аптадан 15 күнге дейін созылады. 15 күннен кейін шешімі шығады. Екінші қажет құжат ол 3-4 фото. Яғни 1-3-4 фото қажет. Одан кейін тағы бір ескеретін жайт, паспортыңыздың алғашқы бетін ксерокопия көшірмесін жасап алып бару керек. Бұны да ұмытпаңыз. Яғни паспорт, оның ксерокопия көшірмесі, 3-4 фото. Келесі құжат ол анкета. Шенген визаның анкетасы. Кез келген елшіліктің сайтында Шенген визаның анкетасы бар. Ол жерде 30 сұрақ бар шамамен. 30 сұраққа жауап беруіңіз керек. Аты жөніңіз, туған жылыңыз, туған жеріңіз, қайда тұрасыз, Европаға қай уақытта осыған дейін бардыңыз ба, Европаға барсаңыз қай жерде тұрасыз деген сияқты 30 сұрақ бар. Осы 30 сұрақты қолмен толтыру керек. Қате кетпеу керек, өйткені анкетадағы деректеріңіз өте маңызды. Анкетаңызға қарап, консулдық немесе елшілік виза беруді шешеді. Алдағы уақытта Шенген визаның анкетасын қалай толтыруға болатыны жайлы жеке видео түсіретін болам. Сондықтан каналыма жазылып алыңыз. Одан кейін керекті құжаттардың бірі ол мед сақтандыру. Яғни сіздің қолыңызда 30 000 евро бар, 30 000 евролық мед сақтандыру болу керек. Яғни бұл жерде сіздің қолыңызда 30 000 евро болу шарт емес. Кез келген бір сақтандыру компаниясына барып, Шенген аймағына барайын деп едім, маған 30 000 евролық мед сақтандыру жасап беріңіз десе, сізге
компания, яғни сақтандыру компаниясы қажетті құжатты дайындап береді. Оның құны күніне есептеледі. Мысалы, сіз 15 күнге барсаңыз, шамамен 20 мың теңге төлейсіз. Одан көп күнге барсаңыз, 40 мың, 50 мыңға дейін кете береді. Әр баратын күніңізге жаңағы медсақтандыру жасату керек. Медсақтандыру болмаса, елшілік сізге виза бермейді, немесе құжаттарыңызды мүлдем қабылдамайды. Медсақтандыру өзіңіз үшін де маңызды. Егер Европада ауырып қалсаңыз, қандай да бір жағдайлар болып қалса, сақтандыру компаниясы сіздің емделгеніңіз бар, басқа да жайттарға қажетті шығындарыңызды, мысалы дәрі-дәрмекке, дәрігерге қаралған шығындарыңызды болса, сақтандыру компаниясы толық өтеп береді, бірақ ол тек қана сақтандыру компаниясы 30 мың евроға дейінгі шығындарыңызды жаба алады. Сондықтан Европа елдері, Шенген аймағына енетін елдер виза берерде сізден осы 30 мың евролық медсақтандыруды сұрайды. Одан кейін тағы бір қажетті құжат, ол сіздің жұмыс орныңыздан анықтама және жалақыңыз көрсетілген анықтама. Қандай да бір компанияда жұмыс істесеңіз, сол компаниядан жұмыс істейтініңізді дәлелдейтін анықтама және 1 жылдық немесе 6 айлық жалақыңыз көрсетілген анықтаманы елшілікке тапсыруыңыз керек. Анықтама түпнұсқа түрде болу керек. Онда компанияның мөрі және басшыңыздың қолы болу керек. Ал жалақы туралы анықтамада бухгалтердің қолы және ресми компанияның мөрі болу керек. Егер жұмыс істемесеңіз, студент болсаңыз, онда университетте оқитыны туралы анықтама алып келуіңіз керек. Деканаттан немесе ректораттан, өзіңіздің факультетіңізден қажетті осы факультетте оқып жатыр студент деген анықтама. Түпнұсқамен, печатпен, яғни мөрмен, басшылықтың қолымен апарып елшілікке тапсырасыз. Ал жеке кәсіпкер болсаңыз, жеке кәсіпкер компанияңыз туралы немесе өзіңіздің жеке кәсібіңіз туралы құжаттарыңызды, тапқан табыстарыңызды елшілікке өткізуіңіз керек. Бұл да өте маңызды құжаттардың бірі. Одан кейін керекті құжат ол әуе ұшағының броны. Яғни сіз ұшақтың билетін бірден сатып алмайсыз, виза алмай тұрып, тек қана бронь жасайсыз. Баратын билетіңіз бен қайтатын билетіңізді, соның бронын елшілікке өткізесіз. Бұған қоса тағы бір керекті маңызды құжат ол отель, яғни қонақ үйдің броны. Яғни баратын уақытыңызға қонақ үй тұратын жеріңіздің бронын көрсетесіз. Әдетте Booking, Hotel сайттарында қонақ үйлерге бронь жасауға болады. Ақшасын төлемейсіз, тек қана сол қонақ үйден орынды броньдап қоясыз да, сол броньды яғни шығарып, қағазға шығарып, елшілікке тапсырасыз. Дәл солай ұшақ билетін де солай жасау керек. Сатып алмайсыз, тек ұшақ билетін броньдайсыз. Өзіңіз броньдай алмасаңыз, турагенттіктерге, билет сататын, әуе билетін сататын агенттіктерге айтсаңыз, олар ақылы түрде сізге 10-15 күнге ұшақтан орынды броньдап береді. Сіз сол құжаттарды апарып елшілікке тапсыруыңыз керек. Егер бұл екі құжат болмаса, онда елшілік сізге виза бермеуі мүмкін. Одан кейін тағы бір өте маңызды құжат, ол сіздің есеп шотыңыздағы ақша. Сіз Европаға, Шенген аймағына қыдырып барам десеңіз, саяхаттайын десеңіз, күніне сіздің қалтаңызда 50 евро болу керек. Мысалы, сіз 10 күнге барам Европа аймағына, Евротурға 10 күнге барам десеңіз, сіздің есеп шотыңызда қолыңызда 500, кем дегенде 500 евро болу керек. Сіз осы 500 евроны банктегі есеп шотыңызға салып, банктен ресми мөр басылған, кассирдің қолы қойылған, немесе банк менеджерінің қолы қойылған анықтаманы елшілікке тапсырасыз. Ол анықтамада сіздің есеп шотыңызда шынымен 500 евро бары көрсетіледі. Ол теңгеде болса да болады, бірақ жанына сол күнгі курспен сізге евромен де жазып береді. Яғни банктерге барсаңыз, Шенген визаға қажетті банктен есеп шотымдағы ақша туралы анықтама алайын деп келдім десеңіз, банктегілер сізге көмектесіп жасап береді. Мысалы, 20 күнге баратын болсаңыз, сіздің есеп шотыңызда 1000 евро болу керек. 25 күнге баратын болсаңыз, мысалы, кем дегенде 1500 евро болу керек деген сияқты. Бұл ақшаның барлығы сізде болмауы мүмкін. Я? Мен мысалы Шенген визаға тапсырған кезде, 25 күнге виза сұраған кезде, менің қолымда, ол кезде студентпін, менің қолымда 1500 евро болған жоқ.
бірақ мен елшілікке қолымда 1000 евро бар деп көрсетуім керек. Менің өзімнің қолымда шамамен 500 евро болды. Мен таныстарымнан сұрастырып жүріп, бір күнге қарыз алып, 1000 евроны банктегі шотыма салдым да, банктен анықтама алып, қайтадан жаңағы ақшаларды шығарып алып, қарыз алған адамдарға қайтарып бердім. Осы бір лайфхак, осылайда жасасаңыздар болады. Елшілік сіздің есеп шотыңызды тексере алмайды, өйткені әрбір адамның банктегі есеп шоты ол өзінің жеке ақпараты. Банк оны ешкімге соттың шешімінсіз ашуына болмайды. Сондықтан елшілік сіздің есеп шотыңыздағы жаңағы анықтаманы ғана көреді, банкке звондап тексермейді. Ал бірақ жұмыс орныңызға звондап, шынымен жұмыс істей ма, осыншама жалақы ала ма деп тексеруі мүмкін. Сондықтан жұмыс орнынан шын мәнінде анықтама алып келіңіз. Егер жұмыс істемесеңіз, оны да анкетада көрсетуіңіз керек. Ал жұмыс істейтін болсаңыз, шынайы анықтаманы алып келгеннен кейін ол жерде телефон номері көрсету керек. Елшілік жұмыс орныңызға звондап, шынымен сіз сол жерде жұмыс істейсіз ба, жұмыс істемейсіз ба, тексеруі әбден мүмкін. Шенген виза алу үшін қанша төлейсіз? Шенген визаға негізінен 80 евро, яғни визовый сбор дейді, виза төлемі 80 евро. Қосымша 10.000 теңге виза орталығының қызметіне төлейсіз. Сонда жалпы Шенген визаның шығыны шамамен 60.000 теңге болады. 6 жасқа дейінгі балалар үшін тегін, ал балалар үшін де арзанырақ, бірақ оның бағасы жиі өзгеріп тұрады. Негізі ересектерге виза төлемінің құны, жаңа мен айтқандай, 80 евро және 10.000 теңге қосымша виза орталығының қызметіне төлейсіз. Егер сіз отбасыңызбен, яғни бала шағаңызбен евротур жасаймын десеңіз, онда балаларыңызға да жеке-жеке паспорт керек және олардың да есеп шоты болу керек. Яғни немесе өзіңіздің есеп шотыңызға балаларыңызға да ақша көрсетесіз, ақша саласыз, сол ақшаны елшілікке апарып тапсырасыз. Ал тек мысалы сіздің әйеліңіз немесе күйеуіңіз балаларыңызбен бірге евротур жасаймын десе, сіз Қазақстанда жұмысыңызға байланысты қалам десеңіз, онда сіз нотариустан арнайы рәсімделген балаларыма рұқсат беремін, күйеуіммен қыдыруға рұқсат беремін, немесе әйеліммен қыдыруға рұқсат беремін деген нотариустан мөр басылған, өзіңіздің қолыңызбен жазылған қолхатты тапсыруыңыз керек. Елшілік бұл қолхат болмаса, онда балаларға да сізге де виза бермеуі мүмкін. Яғни ерлі-зайыптының біреуі ғана балалармен евротур жасаймын десе, онда екіншісінің балаларды, мен өзімнің жұбайыммен балаларымды қыдыртуға рұқсат берем деген өз қолымен жазылған қолхат керек және оны нотариуста рәсімдеу керек. Жалпы Шенген визаға құжаттарды қайда тапсырам деген сұрақ туындайды. Алматы мен Астанада виза орталықтары бар. Бұл виза орталықтары Еуропа елдерінің елшіліктерімен келісім шартқа орналасқан аккредитациясы бар. Құжаттарыңызды сол жерге апарып тапсырасыз. Сол жерде отырған мамандар сіздің құжаттарыңызды түгендеп елшілікке жеткізеді де кейін паспортыңызды қолыңызға тигізеді. Кейбір елдердің елшіліктері немесе консулдықтары құжаттарды тікелей өздері қабылдайды. Осы жерде айта кететін өте бір үлкен мәселе, Шенген визамен сіз Еуропада жұмыс істей алмайсыз. Тек қана қыдыру, саяхат, достарыңызға немесе туысқандарыңызға Еуропада тұратын соларға қонаққа бара аласыз, немесе дәрігерге қаралуға, санаторийға емделуге ғана бара аласыз. Жұмыс істеуге мүлдем рұқсат етпейді. Осыны ескеріңіз. Осы негізгі керекті құжаттар. Жалпы Шенген виза туралы бар айтпағым осы. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, менің мына көрсетілген Instagram парақшама жолдай аласыздар, немесе осы видеоның астына комментарий ретінде қалдыра аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Алдағы видеоларымда жүздескенше сау болыңыздар.